Сәлем достар, сіздермен бірге Мәдина. Біз бүгін өте дәмді болып шығатын саңырауқұлақтар қуырамыз. Ол үшін менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдымен бізге керек заттар: саңырауқұлақтың осы түрін қуырамыз бүгін. Май, сарымсақ және пияз қажет. Пиязымызды осылай ірілеу етіп тураймыз. Енді саңырауқұлақтарымызды тураймыз. Өз қалауларыңызға қарай әртүрлі етіп турасаңыздар болады. Мен пиязды да осылай көбіктеп, саңырауқұлақты да көбіктеп турадым. Енді сарымсағымызды тураймыз. Тапамызға май құйып, қыздырамыз. Қызып тұрған майға пияз салып қуырамыз. Пиязды 1-1,5 минут шамасында қуырамыз. Қатты қуырылып кетсе, сарғайып, езіліп кетеді. Саңырауқұлақтарды саламыз. Жақсылап араластырамыз. Бір шай қасық тұз салдым. Жақсылап араластырып, жарты шай қасық қара бұрыш салдым. Жақсылап араластырамыз. Бетін жауып, бұқтырамыз. 5-6 минут көлемінде. Жақсылап араластырамыз. Астында бізде суы кетіп, тек қана майы ғана қалды, байқасаңыздар. Енді сарымсақты салып, осылай араластырамыз. Бетін жауып, тағы да бұқтырамыз. 1-1,5 минут. Неке біздің саңырауқұлақтарымыз дайын. Қараңыздаршы. Саңырауқұлақ та, пиязымыз да езілген жоқ. Формасын сақтап тұр. Тәрелкемізге салып дайындаймыз. Қалауларыңызға қарай әрлесеңіздер болады. Мен үстіне көк пияз және укроп салдым. Осылай. Салмай қойсаңыздар да болады. Қалауларыңызға қарай. Неке біздің қуырылған саңырауқұлақтарым өте әдемі, өте дәмді болып шықты. Тез дайындалады. Сіздер де үй жағдайында осылай дайындап көріңіздер. Жақындарыңызға, балаларыңызға дайындап беріңіздер. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.